Кім? Мяу деді. Күшік үй жанында ұйықтап жатады. Бір кезде мяу деген дыбыс естіледі. Күшік ұшып тұрып, мяу деген кім деп іздей бастайды. Әтешке кездеседі. Сен мяу дедің бе? Әтеш, кукареку. Жоқ, мен емес. Мен мақтаншақ әтешпін. Күшік тышқанды көреді. Сен мяу дедің бе? Пи-пи-пи. Жоқ, мен емес. Мен кішкентай қорқақ қара тышқанмын. Енді күшік үйшіктің жанынан үлкен қабаған итті көреді. Сен мяу дедің бе дейді. Ав, мен емес, мен үлкен ашулы қабаған итпін. Осы кезде ара ызыңдап күшікті шағып алады. Күшік өзендегі суға мұрнын жуып жатып жүзіп бара жатқан балықты көреді. Сен мяу дедің бе? Балық үн-түнсіз жүзіп кете береді. Өзендегі бақа тіл қатады. Ква. Балық сөйлемейді. Сонда сен мяу дедің ғой десе, жоқ, мен емес. Мен бақылдауық бақамын. Күшік үйшігіне қайтып келеді, орнына жатады. Осы кезде тағы да мяу деген дауыс естиді. Күшік мысықты көріп қалып, сен ғой мяу деген деп қуа жөнеледі.